Баршаңызға қайырлы күн. Өте дәмді, езілмей пісетін түшпәра немесе пельмен дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге таразы қажет болады. Таразыға ыдысымызды қойып, нөлге теңестіріп аламыз. Міндетті түрде таразы пайдаланыңыздар. Таразы пайдаланбасаңыздар дұрыс шықпай қалады. Оның үстіне ұнымызды саламыз. Мен грамын, судың грамын барлығын описанияға жазып қойдым. Сол жерден көрсеңіздер болады. Мінекей 500 грамм ұнымды салдым. Енді оған құятын суымды дайындаймын. Міндетті түрде ыдысты қойғаннан кейін барып таразыны нөлге теңестіресіздер. Үстінен салқын су құямыз. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Енді өзіңізге байланысты. Оны өздеріңіз көре жатасыздар. Барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Келесі кезекте үлкен қасықпен 2 ас қасық сұйық май құямыз. Содан соң барып 2 жұмыртқамызды қосамыз. Егер сізде жұмыртқа кішкентай болса, 3 қоссаңыз болады. Содан соң барып тұзымызды еріген суымыздың барлығын құямыз. Қорықпаймыз, қыздар. Барлығын толықтай құямыз да қолмен өте әдемі, жұмсақ, керемет қамыр илеп шығамыз. Бұл жерде барлығы өлшеулі, сондықтан суды қорықпай құйыңыздар. Сосын қамырды әдемілеп тұрып илейтін боламыз. Ыдыстың ішінде сәл-пәл ұзақтау илеңіздер. Шамамен 5-10 минуттай иін қандырып илеңіздер. Ыдыста илеп болғаннан соң дастарханның үстіне алып, дәл видеодағыдай 4-5 мәрте иін қандырыңыздар. Иі қанған қамыр әдемі, керемет болып жайылады. Сондықтан бұл процесте ерінбеу керек. Дәл осы процесті қайталаңыздар. Мінекей жұмсақ болып біздің қамырымыз иленіп болды. Енді жарты сағатқа тындырып қоямыз. Яғни қамыр демалуы керек. Начинкасына мен пиязды мен блендермен езіп алдым. Егер сіздерде блендер болмаса, күштен өткізіп қоссаңыздар болады. Міндетті түрде суын сығып барып қосатын боламыз біздің фаршымыздың үстіне, яғни тартылған етімізге. Міндетті түрде салмасының барлығы, қанша грамм қосу керектігінің барлығын мен описанияға жазып қойдым. Сол жерден көріңіздер. Дәміне қарай бұрыш және де тұз қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Міне осындай құрғақ болып шығуы керек. Келесі кезекте иі қанып тұрған қамырымызды алып жаятын боламыз. Қамыр өте әдемі, жұмсақ, иі қанып тұрған қамыр. Сондықтан қамыр өте әдемі, еш қиындықсыз жайылады. Арасына ұн салып, дәл видеодағыдай жасап алып, қамырды жаюды бастаймыз. Егер сіздер қамыр жаюды білмесеңіздер, немесе қиындық тудырса, мен описанияға жазып қойдым. Қамыр жаюдың менде арнайы видеосы бар. Дәл сол видеоны көріп, қамырды тез жаюға болады. Міндетті түрде сол видеоны көрсеңіздер болады. Бұл жерде мен қамыр жаюды толық айтпаймын. Сондықтан сол видеоны қарасаңыздар болады. Қалыңдығы шамамен осындай болады. Қатты жұқа да, қатты қалың да керек емес. Осындай баклажканың 0,5 немесе литровый баклажканың бас жағын қайшымен кесіп алыңыздар. Сонда өте ыңғайлы формочкалар жасап шығатын боламыз. Келесі кезекте начинкасын саламыз. Пайдаланбай жатқан қамырымыздың үстін осындай ыдыспен немесе пакетпен жауып қойыңыздар, себебі құрғап кетеді. Мінекей начинкасын саламыз. Салмасын салып, қатты қысып, әдемілеп, формасын шығарып, түйіп шығамыз пельменімізді. Керегін пісіріп алсаңыздар болады. Керек емес, басқа уақытта пісіргілеріңіз келсе, дәл осылай тақтайшаға қойып, морозильникке қатырып алып, қатқан соң пакетке салып қойсаңыздар болады. Мінекей, осылай тақтайшаға қойып, мен алдымен қатырып алдым. Және де жасалу жолы кәдімгі суымызға тұз салып, қайнатып, пельменімізді салып алдық. Мінекей, пельмендеріміз дәл осылай болып пісіп шығады. Мүлде езілмейді. Және де керемет болып шықты. Ас болсын, видео ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар.
Қайырлы күн, қыздар. Өте дәмді және езілмей пісетін вареники дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Вареникидің қамыры дәл пельменнің қамыры сияқты иленеді. Дәл солай домалақтап аламыз. Қамырдың қалыңдығы сәл қалыңдау болу керек, қатты жұқа болып кетпесін. Міндетті түрде осындай ыдыспен жауып қойыңыздар, қыздар, қамырларыңыз құрғап кетеді. Мінекей вареникидің қамырлары дәл осылай болып кесіліп шықты. Қамыр өте нәзік болғандықтан вареникидің қамыры өте дәмді болып шығады. Салмасына картоп, дәміне қарай тұз, бұрыш қостым. Сіздер қуырып жуа қоссаңыздар да болады. Менің отбасым онша ұнатпағандықтан мен оны қоспадым. Сіздер қоссаңыздар да болады. Мінекей салмасын салып, мен екі түрмен түйемін. Біреуі өремін, біреуі жай ғана қатты қысып қоя саламын. Өретін кезде шетінен кәдімгі самса сияқ өріп шықсаңыздар болады. Болайда әдемі көрінеді. Және де ең оңай түрі жай ғана шетін қатты қысып қоя саласыздар. Ол да өте оңай. Мінекей көбіне осындай түрмен жасалынады вареники. Ол енді өзіңіздің қалауыңыз. Дәл жаңағыдай тақтайшаға қойып, ең алдымен қалай морозильникке салып кептіріп аламыз, қатырып, содан соң барып пакетке салып, бөлек алып қойсаңыздар болады. Морозильникте 1 ай шамасында сақтауға болады. Дайындалу барысы қайнап тұрған суымызға тұз салып, міндетті түрде қайнатып аламыз суды. Тұзымыз ерігеннен соң вареникиларымызды қосып, шамамен 20-25 минут орташа отта қайнатамыз. Міне вареникиларымыз пісіп шықты. Қараңыздар, мүлде езілген жоқ, мүлде ажырап кеткен жоқ. Өте дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер. Ыстықтай бетіне сармай жағып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Қыздар, дайындап көріңіздер міндетті түрде. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір жазыңыздар. Баршаңызға қайырлы күн, қыздар. Сочный манты дайындаймыз. Қамырына ешқандай сұйық май қолданбаймыз. Видеоны қараңыздар. Таразыға ыдысымызды қойып, содан соң барып нөлге теңестіреміз. Ұнымызды саламыз. Мөлшері барлығы описанияда жазылып тұр. Сол жерден қараңыздар. Ұнымыздың барлығын салып болғаннан соң бір шетке алып, ұнға қосатын судың грамын дайындайтын боламыз. Ыдысымызды қойып нөлге теңестіріп, суымызды құямыз. Суымызға бір қасыққа толтырмай тұз салып, барлығын жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Енді тұзы өзіңізге байланысты дәміне қарай қосасыздар. Тұз ерігенше қоя тұрамыз. Ұнымызға бір жұмыртқа қосып, суымызды қосамыз. Ендігі кезекте жұмсақ етіп қамыр илейміз. Судың барлығын қосамыз. Ешқандай қорқудың қажеті жоқ, қыздар. Өте жұмсақ, сіздерді тыңдайтын, ерекше қамыр илеп шығатын боламыз. Бұл қамырмен жұмыс жасаған кезде бір өте керемет болып жұмыс жасайсыздар. Ешқандай қиындық тудырмайды. Ыдыста илеу қиындау болса, дастарханның үстіне алып, ары-бері қайтарып илесеңіздер болады. Пакетке салып 30 минутқа қойып қоямыз. Қамырдың өзі демалуы керек, яғни ие қанып біраз уақыт тұруы керек. Салмасына тартылған ет, жуа, картоп, дәміне қарай қарабұрыш, тұз қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Ешқандай сұйық май, ешқандай су қоспаймыз. Дәл осылай жасасаңыздар, мантының өзі сочный болып шығады. Мінекей 30 минут тұрғаннан соң қамырымызды алып, жақсылап тұрып жаямыз. Мінекей жұмсақ болып шықты. Ұнның көмегіне жүгініп, өте әдемі қамыр илеп шығамыз. Қыздар, бұл жерде мен сіздерге қамырды толықтай түсіндірмеймін.
қамырды жаюдың арнайы видеосы бар менің YouTube каналымда. Сіздерге описанияға ссылкасын қалдырамын. Сол жерден кіріп көрсеңіздер болады. Ол жерде барлығы анық, айқын сіздерге түсіндірілген. Бар жоғы 5 минуттың ішінде қамырды доп-домалақ қып өте әдемі қылып жая аласыздар. Мінекей, қамырымызды жайып болдық. Осылай оқтаудың көмегімен бірінің үстіне бірін орналастырып шығамыз. Қамыр қатты жұқа болмау керек, орташа қалыңдықта жаямыз. Қатты да қалың болып кетпеу керек, қыздар. Бастапқы кезіндегі артық қамырларды кесіп алып тастаймыз, сол кезде түзу шығады. Алақанымызды жайып, дәл осылай кесеміз. Сонда сіздердің қамырларыңыздың төрт бұрыш тұсы теңдей болады. Дәл осылай кесіп шығамыз. Ешқандай қорықпаймыз. Кішкентай болып қалады немесе үлкен болып кетеді деп ойламаңыздар. Орташа әдемі болып шығады. Осылай кесіп болғаннан соң, бірін үстіне бірін жайып болғаннан соң, тағы да артық жерін кесіп алып тастаймыз. Кесіп алып тастап жатқан қамырларыңызды кептіріп сорпаға пайдалансаңыздар болады. Ешқандай ысырап болмайды. Дәл жаңағыдай алақанымызды қойып тағы да кесеміз. Мінекей, теңдей төрт бұрышты қамырымыз шықты. Дәл осылай кесіп пайдалана береміз. Ешқандай қорықпаймыз. Тағы да айтамын, үлкен де кіші де болмайды. Орташа әдемі болып шығады. Салмасын салып, әдемілеп түйіп шығамыз. Түйуі ол өзіңіздің қалауыңыз, қалай түйсеңіз де өзіңіз білесіз. Мен жай ғана мантының арнайы өзінің күнделікті формасына жүгініп түйіп шықтым. Түйіп болғаннан соң тақтайшаларға қойып, морозильникке қатырып аламын. Содан соң барып арнайы пакеттерге салып, кемінде 2 апта, 3 аптаға пайдаланамын. Дәл осылай қатырып алып пайдалансаңыздар, сіздердің уақыттарыңызды шынымен де алмайды және де керемет болып шығады. Ешқандай асты іріп кетеді немесе жібіп кетеді деп ойлап қалмаңыздар. Еш нәрсе етпейді. Морозильниктен алған күйде ешқандай жібітпей, мантоваркаға орналастырып пісіріп алсаңыздар болады. Және де мантоваркамызды сұйық маймен майлауды ұмытпаңыздар. Мантымызды бір-біріне жақын орналастырып сала беріңіздер. Ешқандай қорқудың қажеті жоқ, жабысып қалады деп ойламаңыздар. Сәл ғана піскеннен соң 5 минут чуть-чуть суытып барып алсаңыздар, ешқандай қамыр жабыспайды. Мінекей, алдымен тақтайшаға салып барып қатырамыз морозильникте. Сонда бір-бірінің үстіне жағаласпай әдемі болып қататын болады. Пешке 45 минутқа жібереміз. Мінекей, біздің мантымыз да дайын болды. Қараңыздар, ешқандай жабысып жатқан жоқ. Және де ешқандай су, ешқандай май құйған жоқпыз. Енді қараңыздар. Мінекей, сочный манты болып шықты. Ас болсын. Баршаңызға қайырлы күн, қыздар. Шашылмайтын тефтели өте дәмді болып шығады. Және де өте дәмді голубцы дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және де пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Салмасын дайындаймыз. Тефтели мен голубцидың салмасы, екеуінің салмасы бірдей, қыздар. Тартылған етке майдалап туралған жуа және де жуылған күрішімізді шикідей қосамыз. Жұмыртқамызды саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш және де тұз қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Осы кезде 10 минуттап мыжғылап, жақсылап тұрып араласу керек. Сол кезде тефтелилар шашылмай әдемі болып пісетін болады. Сондықтан осы процесті жақсылап жасаңыздар. Кемінде 10-15 минутта жақсылап тұрып мыжғылаңыздар. Сонда тефтели шашылмай әдемі болып піседі. Келесі кезекте тефтелиді домалақтаймыз. Яғни таразының көмегімен формасын бірдей қылып аламыз. Кемінде 40 граммен алдым мен. Сіздер 45, 50
55 пен ала берсеңіздер болады. Содан соң барып домалақ пішінге келтіреміз. Дәл құрт жайған сияқты жайып шығамыз. Міндетті түрде дәл осылай жасаңыздар. Ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Міндетті түрде жайылады, домалақ пішінге енеді. Ең басты процесті қайталасаңыз болды. Мінекей, дәл осылай тақтайшаға қойып қатырып, бір айға дейін шамада ұстап пайдалансаңыздар болады. Міндетті түрде келесі кезекте біз голубцы дайындайтын боламыз. Осындай орам жапырақ, яғни капустамыздың ортасындағы қатты бөлігін пышақтың ұшымен алып тастаймыз. Міндетті түрде ол бізге керегі жоқ, бізге жұмсақ жері керек. Содан соң барып қазанымызға ыстық суымызды құйып, алдын ала қайнатып аламыз. Қайнап тұрған суға капустамызды қойып, шамамен 4-5 минут ұстаймыз, қақпағын жауып. Абайлаңыздар, пісіп кетуі мүмкін. Осындай алынып тұрған шетін аламыз да, қатты бөліктері болады, пышақтың ұшымен ол жерінде алып тастаймыз. Қалған қатты бөлігін жұмсарғаннан соң, дәл солай жаңағыдай қатты бөліктерін алып тастаймыз да, салмамызды салып, әдемі етіп түйеміз, яғни голубцидың формасын шығаратын боламыз. Бұл жерде голубцидың салмасынан дәл тефтилидің салмасын пайдаланамыз. Ешқандай еш жерін өзгертпейміз. Дәл солай жасаңыздар, сол кезде сіздердің фарштарыңыз шашылмайды. Дәл осылай орап дайындайтын боламыз. Тақтайшаға қатарынан орналастырып, морозильникте қатырып, бір айдың көлемінде пайдалансаңыз болады. Өте оңай және жеңіл болып дайындалады. Сіздерге үлкен көмегін тигізеді. Дәл осылай қатырылған тағамдар уақыттарыңызды көп алмайтын болады. Менің дайындау әдісім дәл осындай сұйық майға картоп, жуа және де сәбізімізді қосып, азын-аулақ капуста қосып, қорбаламыз, яғни подливкамыз, суымызды құйып, қайнатып, жаңағы голубцы мен тефтилиді бірге пісіріп алатын боламын. Яғни сіздерге толық көрсету үшін дәл осылай пісіріп жатырмын. Сіздер де дәл осылай пісіріп дайындап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады қыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлығын орналастырып болғаннан соң қақпағын жауып, оттың астын басып, кемінде 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінекей, біздің тағамымыз дайын болды. Қараңыздар, тефтили мүлде шашылған жоқ қыздар. Дәл сол күйі пісіп шықты. Сіздерде де дәл солай болып дайындалып шығады деген ойдамын. Мен айтқан процестердің барлығын толықтай орындап шығыңыздар. Және де біздің голубцымызда шашылмай, ажырамай әдемі болып пісті қыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ең дәмді тағамдардың барлығының рецептін ұсындым. Міндетті түрде дайындайды деген ойдамын. Және дайындап жатсаңыздар, менімен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде видеоның барлығын көріп болсаңыздар, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да басқа тегін мастер-класстар болады. Және де каналыма қосылуды ұмытпаңыздар. Сіздерді асыға күтемін. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Және де пікірге қандай тегін мастер-класстар қалайсыздар, соны да жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта пікірлеріңіздің барлығын ескеріп, тағы да мастер-класстар шығарамын. Және менің YouTube каналыма қосылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.